бір ер кісі айтады да, сезімдерім суып кетті әйеліме, енді қайтадан сезімдерімді жағып өмір сүре аламын ба, вообще бұл отбасын жалғастыра аламын ба, негізі ажырассам ба деген ойым бар дейді. Ал саған керек болса, отбасы құруға сезім керек емес. Сезім біресе өсе береді, біресе өше береді ол. Оған сүйенетін болса, онда бүкіл отбасылар ажырасып кету керек қой. Өйткені сіз құрғаннан бастап соңына дейін бір қалыпты тек қана махаббат оты лапылдап жанып тұрады. Мен оны жақсы көрем деген нәрсе болмайды. Немесе мен жек көріп кеттім деген нәрсе болмайды. Сіздің ішкі дүниеңізде оянған нәрселерге қарай ол біресе жақсы көріп тұрасыз, біресе жек көріп қалуыңыз мүмкін. Жек көріп кезінде ажыраса берсе, онда бұл отбасы деген ұғым не үшін керек? Сонда отбасы сезімдермен құралмайды. Отбасы жан мен тәннің қалауларынан құралған фильтр бар, жүрек деген. Сол жүректен өту арқылы құралады. Жүректің түбінде отбасы заңдылық деген ұғымды жақсы түсінген адам әйелінің кез келген дүниесіне түсіністікпен қарауды біледі. Әйел де күйеуінің кез келген нәрсесіне сенімділікпен қарауды біледі. Өйткені отбасының шарты сол да. Сезім емес, сенімділікпен түсіністік. Бір-бірін деген қабылдау бүкіл жағдайын. Түсіндіңіздер деп ойлаймын.